Мен Лұқпанов Дархан, МБМ энергия басқармасында Жайық аудандық электр торабында 4-ші дәреже электр монтері, жұмыс өтілім 7 жыл. Күнделікті жұмысымызда біздер таңертең ерте келіп, шеберімізден ең бірінші тапсырма алудан бастаймыз. Шебердің берілген тапсырмасы бойынша 102-ші ұңғының тоқ көзін ажырату үшін мына КТП 11-дің біріне қазір келіп тұрмыз. Бұл жерден автоматты айырып, кернеу жоқтығын көз жеткізіп, плакатымызды іліп барып, жұмысымызды бастайтын боламыз. Біздің жұмыста ең бастысы өмірімізді сақтау, қауіпсіздік шараларын қатаң сақтау. МБМ энергиясын басқармасының осы қатаң талаптарының арқасында біздер қазір 3519 күн қауіпсіз жұмыс істеген болып саналдық. Электромонтер жұмысында жалпы 1000 вольтқа дейінгі жұмыстарды өкім арқылы кез келген жабдықтарда жұмыс жасай береміз. Ал егер 1000 вольттан жоғары жұмыстар болатын болса, онда наряд рұқсатпен ғана жұмыс жасаймыз. Төтенше жағдайлар болған жағдайда дереу жұмысқа шығуымызға тура келеді. Себебі бүткіл құрылғы, ұңғымалардың бәрі осы электр тоғына қарап отқандықтан біздер жедел әрекет етіп, сол тоқ көзін ақауын тауып іске қосуға жұмыстанамыз. Біздің жұмысымызда басты кездесетін қиыншылықтар ол мына әсіресе қыстың кезінде, боранды дауылдарда, ауа райының қолайсыз кездерінде мына сымдардың үзілуі сияқты әртүрлі апатты жағдайлар орын алып тұрады. Соған қарамастан біздер күн демей, түн демей жұмыс жасауға міндеттіміз.